Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәнінен құжаттау тақырыбы. Құжаттау дегеніміз не? Құжаттау бұл белгіленген ережелер бойынша әртүрлі тасымалдауыштардың ақпарат жазбасы болып саналады. Бұл дегеніміз құжаттарды жасау, келісу, рәсімдеу және дайындау болып табылады. Құжаттар шығу тегіне қарай қызметтік және жеке болып бөлінеді. Жеке құрам бойынша құжаттарға қандай құжаттар жатады екен? Өмірбаян, түйіндеме, мінездеме, өтініш, жеке құрам бойынша бұйрықтар, анықтамалар. Өмірбаян дегеніміз не? Өмірбаян жеке адамның өмір жолы хронологиялық тәртіпке қысқаша жасалған ресми құжат. Әдетте оқуға түсу, жаңа қызметке ауысу кезінде жазылады. Онда азаматтың аты жөні, туған жылы, айы күні, туған жері, ұлты, отбасы жағдайы, білімі, бітірген оқу орындары, қызметі мен жұмыс тәжірибесі туралы тағы басқа қосымша мәліметтер көрсетіледі екен. Тәжірибеде өмірбаян 3 түрлі болып жазылады. Бірі адамның өз өмірі мен қызметі туралы баяндалады. Бұл көбінесе қызметке орналасу кезіндегі жеке іс қағазға қоса тігілу үшін қажет болады. Ал түйіндеме дегеніміз не? Түйіндеме бұл өмірбаян мәліметтері ықшам әрі толық түрде беріледі. Яғни, кез келген адам жұмысқа тұру үшін жұмыс іздеу барысында өзіне түйіндеме жасайды. Яғни, ол түйіндемедегі мәліметтер қысқа нұсқа әлі анық болуы тиіс. Сонымен түйіндеменің қажетті деректемелеріне тоқтала кетсек, азаматтық хал жағдайы, аты жөні, туған жылы, айы күні, туған жері, азаматтығы, ұлты, отбасы жағдайы, мекен жайы, телефон нөмірі. Білімі, жоғары немесе орта арнаулы оқу орнының аталуы, дипломда көрсетілген деректері. Кәсіби тәжірибесі және кәсіби біліктілігі туралы мәліметтер, яғни мамандығы, негізгі мамандығы бойынша жұмыс істеген органдары, еңбектегі табыстары, ғылыми атағы мен ғылыми дәрежелері. Қосымша мәліметтер. Бұнда тілдерді білуі, спортқа қатысуы, компьютерді және интернет бағдарламаларында жұмыс істей білу қабілеті және қызығушылығы жазылады. Мінездеме дегеніміз не? Мінездеме дегеніміз түрлі мекеме, ұйым бірлестік, оқу орындарында белгілі бір адамдарды өмірбаяндық, біліктілік, кәсіптік, адамшылық тұрғыда жазбаша сипаттау мақсатында жиі жазылатын іс қағаздарының бір түрі. Ал өтініш адамның өзге адамға білдіретін қалауы, көмек сұрауы кезінде жүзеге асырылады. Мемлекеттік органның, ұйымның, лауазымды тұлғаның немесе азаматтардың бір мәселені шешудегі уәкілетті органнан не тұлғадан ресми түрде сұрауы немесе ол жөнінде ұсынысы осы өтініш арқылы білдіріледі екен. Жеке құрам бойынша бұйрық. Бұйрық дегеніміз не? Бұйрық мекемедегі негізгі және шұғыл міндеттерді шешу мақсатында өндірістік қызметтерге байланысты жеке қызметкерлерге қатысты ұйым басшысы шығарған нормативтік, құқықтық акт болып саналады. Бұйрықты екі түрге бөлеміз: негізгі қызмет бойынша бұйрық және жеке құрам бойынша бұйрық. Ал бүгін біздің қарастыратынымыз жеке құрам бойынша бұйрықтар. Жеке құрам бойынша жеке қызметтерге байланысты шығарылатын бұйрық болып табылады. Яғни, жұмысқа қабылдау, жұмысын ауыстыру, іс сапарға жіберу, демалысқа жіберу, тағы сол сияқты. Бұйрыққа басшы қол қойған сәттен бастап күшіне енеді. Егер бұйрық мәтінінде бұйрықтың аяқталу мерзімі көрсетілмеген болса, оның күші тұрақты деген сөз. Ал анықтама дегеніміз не? Анықтама дегеніміз мазмұны белгілі бір фактіні, оқиғаны дәлелдейтін, растайтын, сипаттайтын ақпараттық анықтамалық іс қағаздарының түрі болып табылады. Анықтама жоғарғы органның немесе жауапты қызметкердің нұсқауы бойынша жасалады. Біздің жеке басымызды куәландыратын құжаттарды жоғалтып алғанда анықтама оның орнына қызметін ауыстыра алады. Мекеме жетекшісі өз билігі мен уәкілеттілігі шеңберінде анықтама беруге нұсқау береді және оны растап қол қояды. Анықтама көп жағдайда жеке адамға байланысты нақты бір ақпаратты растау үшін берілетін құжат түрі. Мысалы, тегі, аты жөні,
туған күні, туған жері, еңбек стажы, атқаратын қызметі, білімі туралы мәліметтер, мамандығы, тағы басқа. Анықтамада берілген мәліметтер әр кезде мұқият болуымыз қажет. Бүгінгі сабақта не алдыңдар, не үйрендіңдер, нені түсінбедіңдер, сол туралы өздерің шағын ғана рефлексия арқылы өз ойларыңды білдіріп, маған кері байланыс орнатасыңдар. Видео сабақ барысында көрсетілген мәліметтерді конспектлеп жазасыңдар. Жазып болғаннан кейін үлгісін жасайсыңдар. Әр құжатқа үлгі жасап, маған параграф платформасына саласыңдар. Үйге тапсырма: жеке құрам бойынша құжаттар тақырыбында постер жасау. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңдар.